ұйқы және мен. Дене құрылысының үйлесімін бір қалыпта ұстау дегеніміз тағам мен сусынды талғау, дәрет тәртібін мұқияттау, киім мен ауа тазалығын сақтау, дене мен рух бірлестігін естен шығармау, ұйқы тәртібін бұзбау. Ибн Сина. Ұйқының мәні. Ұйқыға қаншалықты мән бересіз? Қазір әсіресе жастардың арасында ұйқысы бұзылғандар өте көп. Егер статистикасын шығаратын болса, 15-30 жас аралығындағы жастардың 80%-дан астамының ұйқысы дұрыс емес екенін анықтауға болады. Әрине, жастық максимализм ұрып тұрған кезде шаршағанын, өзінде, ағзасында болып жатқан өзгерістерді байқамауы мүмкін. Түнгі қыдырыстар, жиналыстар, ойын-сауықтың қызығымен бұл минусқа мән бере бермейді. Енді ғана кәсібін бастап аяққа тұрғызып келе жатқандардың арасында да күндіз-түні өзін жұмысқа салып, ұйқыға мән бермейтіндер өте көп. Бірі жұмыста, бірі сабаққа дайындалып, бірі түрлі ойын-сауық қызықтың артынан қуып жүреді. Жай ғана түнді YouTube ақтарып, сериал қарайтындар да көп. Жалпы үлкендердің арасында да ұйқысын реттей алмай жүргендер баршылық. Негізі біздің қоғамда ұйқыға дұрыс мән берілмейді. Ұйқы адам ағзасы мен миының қоршаған ортамен реакциясы ең төмен қалпындағы физиологиялық үрдіс. Зерттеулер бойынша бір тәулік ұйықтамаған адамның қанындағы глюкоза 6%-ға азайып кетеді. Ал глюкоза мидың ең басты қуат көздерінің бірі. Ол азайып кетсе, дұрыс ойлана алмай қаламыз. Тез арада оны толтыру керек болғандықтан, біз глюкозаны тәттілерден, түрлі торт, десерттерден іздеп кетеміз. Егер сізді жиі тәттіге тарта беретін болса, ұйқыңыздың сапасы туралы ойланып көріңіз. Ұйқы дұрыс болмауының зияны шаш етектен. Ең алдымен ұйқысы дұрыс болмаған адамда мидың шешім қабылдау эффективтілігі 12-14%-ға азайып кетеді. Ұйқысы қанбаған адам тапсырманы 12%-ға ұзағырақ орындайды, 20%-ға көп қателеседі. Көп жұмыс істеу мен эффективті жұмыс істеу деген бір нәрсе емес. Бұл қатарда тағы да жалғастыра беруге болады. Статистика бойынша жол апатына түскен адамдардың 30%-ның ұйқысы қанбаған. Ұйқы барысында иммундық жүйеміз ақуыз жасақтайды, ал ақуыз ағзамызда өте үлкен рөл атқарады. Ұйқысы қанбаған адамның ағзасы грелин гормонын бөледі. Ол аштық сезімін оятатын гормон. Яғни адам өзін аш сезінеді. Ұйқысы дұрыс болмауының салдарынан ағзамыз энергия көзі ретінде тері астындағы майды жақпайды. Ағза шаршаңқы болып тұрғандықтан майды жағуға энергиясы да, уақыты да жоқ. Оңай энергия көзі ретінде ақуыздар мен көмірсуларды тұтынады. Демек, артық салмақ болса ұйқы дұрыс емес деген сөз. Тек адам емес, барлық жануарлар, құстар, балықтар, тіпті шіркейлер де ұйықтайды. Ең қызығы, адам баласы ғана ұйқысын жасанды түрде тежейді. Ұйқы өте маңызды. Түніңіз қандай, күніңіз де солай болады. Түнде дұрыс демалып ұйқыңыз қанған болса, күндізгі уақытыңызда берекелі болады. Жұмыс эффективтілігіңіз артады. Дұрыс шешімдер қабылдайсыз. Ақпараттарды да оңай қабылдайсыз. Уильям Блейк. Таңертең ойлан, тал түсте әрекет қыл. Уақытында тамақ іш, түнде ұйықта. Алтын уақыт. Ұйқы дұрыс болмаса өзімізге қаншалықты зиян келтіретіндігімізді түсіндік. Ал ұйқының пайдасы қандай? Қалай дұрыс ұйықтаймыз? Ұйқы уақытында біздің ағзамыз емделеді. Ұрып алған, ауырсынып қалған, жарақат алып қалған жерлеріңізді ағза түнде өзі тауып алып, емдеп шығарады. Емдейтін бұл гормонды мелатонин гормоны деп атаймыз. Біз мелатонин гормонын дұрыс емес жаққа жағып жібереміз. Бұл гормон түнгі сағат 22:00 мен 2:00 аралығында бөлінеді. Егер осы уақытта ұйқыда болатын болсақ, ағзада өзін-өзі емдеу, қалыпқа келтіру процесі жүреді. Бірақ біз сағат 22:00-де ұйықтамаймыз. Ең құрығанда түнгі сағат 1-2-ге дейін жүреміз. Өзіңіз де байқайтын шығарсыз. Сол 22:00 шамасында бір уақыт бізді бір тәтті ұйқыға тартады. Ұйықтап қалсам екен деген ойлар мазалап қалады.
Егер осы уақытта ұйықтап қалмасаңыз, ұйқыңыз ашылып кетеді. Ішіңізде бір күш пайда болып, мотивацияңыз оянып кеткендей болады. Не өзгерді, білесіз бе? Сізде сағат 22:00 мен 23:30 аралығында мелатонин гормоны бөлінді. Ал бұл өте мықты гормон. Ол негізі сізді түні бойы емдеу керек еді. Бірақ сіз ұйықтап қалмаған соң, миымыз ол мелатонинді энергия көзі ретінде жағып жібере салды. Сол үшін сіздің түн ішінде мотивацияңыз пайда болып, шабытыңыз ашылады. Ары қарай ұйқыңызда келмей кетуі мүмкін. Егер бұл процесс тұрақты түрде жалғасатын болса, шамамен 6-7 айдан кейін мәселелер пайда бола бастайды. Ұйқы қанбайды, тез шаршағыш, жылдам ашуланғыш, басыңыз ауырғыш болып кетеді. Тіпті теріңіз құрғап кетуі мүмкін. Енді ойлап көріңізші, сіз қанша уақыттан бері түнгі 22:00 мен 23:30 аралығында ұйықтамай жүрсіз? Ағзаңызға өзіңіздің әкелген зияныңызды бір бағымдап көріңіз. Негізгі ұйқыға кету уақыты 22:00. Ал болмады, ұйықтай алмадым дегеннің өзінде түнгі 23:30-да ұйықтап қалу керек. Ұйқы циклдары. Ұйқы циклдары 90 минуттан тұрады. Қанша уақыт ұйықтау керек деген сұраққа цикл бойынша жауап беріп көрейік. Мысалы, ересек адамға 4 цикл жеткілікті. 4 цикл дегеніміз 90 минуттан 6 сағат. Егер 5 цикл болса, одан да жақсы. Максимум 6 цикл, яғни 9 сағатты есептеуге болады. Ал одан ары қарай ересек адамға бұл зиян. 4 фаза кезекпен айналып тұрады. Wake – ояу уақытыңыз, REM – light – жеңіл ұйқы және deep – терең ұйқы. Ұйқыға дайындық. Дұрыс ұйқы дегеніміз тек уақытында ұйықтап, ерте ояну емес. Ұйқы сапалы болу үшін де алдын ала дайындық жасау керек. Бір қызығы, бұл жерде осылай істеу керек дегеннен, бұлай істемеу керек деген дүниелер көп. Бүгіннен бастап осы дүниелерге анализ жасап жүріңіздер. Кофе. Кофеин кофеде, шайда, шоколадта бар. Құрамында кофеині бар заттарды ұйқыға кетерден 8 сағат бұрын тұтынуды тоқтатқанымыз дұрыс. Егер сіз түнгі 23:00-де ұйықтайтын болсаңыз, 15:00-ден кейін кофеині бар нәрселерді ішпейсіз. Кофеин қанымызда 8 сағат айналады. Бұл уақыттан кейін де шығып, бірден тазарып кетпейді. Қаныңызда кофеин болып тұрып ұйықтап қалсаңыз, сізде терең ұйқы фазасы жеткіліксіз болады. Ал терең ұйқы фазасы әр 90 минут сайын бар болғаны 10-15 минут қана болады. Біз әдетте түнгі 10-да өзіміз болып отырып шай ішіп аламыз ғой. Бұл дұрыс емес екен. Себебі сіз 7-8 сағат ұйықтасаңыз да қаныңызда кофеин болмағандықтан терең ұйқы фазасы өте аз болады. Сондықтан сіздің ұйқыңыз қанбай, шаршап жүресіз. Егер бірден кофе, шай ішуді қойып кету қиын болса, ақырын-ақырын азайтыңыздар. Қатты ішкіңіз келіп жатса, сізде 15:00-ге дейін уақыт бар. Тамақ. Ұйқы барысында мелатонин өзінің жұмысын толық атқара алу үшін біздің ағзамыз бос болу керек. Бізде приоритетте бірінші кезекте асқазан. Асқазанда тамақ болса, мелатонин бірінші кезекте ағзаны емдеуге емес, асқазандағы тамақты қорытуға жұмсайды. Сондықтан да түнгі энергиямыздың барлығы тамақты қорытуға кетпеу үшін асқазанды бос ұстауымыз керек. Кешкі асты ең кеш дегенде 19:00-де тоқтату керек. Асқазандағы ас 2 сағаттан кейін ішекке кетеді. Сонда шамамен 21:00-де ас ішекке түседі де, сол жердегі бактериялармен бірге өздігінен қорытылып кетеді. Оған энергия жұмсамаймыз. Өткен бөлімдерде кешкі ас ішу жай ғана әдет болып кеткенін айттым. Кешкі асты ішу шарт емес. Ол маркетингтік шешім ғана. Бізге ағзамызға ойлануға, күні бойы жұмыс істеуге шамамен 1500 калория жетеді. Негізі біздің тағамдарымыз өте құнарлы. Кейде таңғы асымыздың өзі 1500 калория болып кетеді. Сонда таңертең, күндіз және кешке 1500 калориямен тамақтанғанда күніне 4500 калория болады. Ал сіздің күндік мөлшеріңіз 1500 калория ғана. Әрине, осыдан кейін адамда артық салмақ пайда болады. Диетологтар да кешкі ас ішуді қолдамайды. Әрине, егер кешкі асты мүлдем доғарамын десеңіз, ол нұр үстіне нұр. Бірақ бірден оған үйреніп ішпей кету қиынырақ.
Сондықтан жалпы шартты ұстаныңыз. Кешкі 19:00-ден кейін тамақ ішпеңіз. Су. Біздің ағзамызға ең көп керек дүние су. Әр адамның су ішу нормасы әртүрлі. Ол сіздің дене салмағыңызға байланысты. Бұл сіздің күндізгі уақытта ішетін суыңыздың шамасы. Шай, кофе, шырындардан бөлек есептейсіз. Кәдімгі қара су ішесіз. Ескеру керек бір дүние, ұйықтардан 1,5-2 сағат бұрын су ішуді тоқтату керек. Түнгі 23:00-де ұйықтайсыз деп есептейік. Сонда сіз шамамен 21:00-де су ішуді тоқтатасыз. Егер ұйықтар алдында су ішсеңіз, ол бүйректе қалады. Осының салдарынан таңертең бетіңіз ісіп тұрады. Бірден түнгі сағат 10-да ұйықтап қалу көп адамға қиынға соғуы мүмкін. Бірақ осы дүниелерді қадағаласаңыз, оңай ұйқыға кете аласыз. Экран. Кез келген экранда, теледидар, ноутбук, телефонда көк түс деген болады. Ол біздің көзімізге түскен кезде миымызға кортизол деген ақпарат береді. Кортизол – стресс гормоны. Таңертең ұйқыдан тұрғанда сізде кортизол бөлінеді, себебі сіз оянып тұрсыз. Сіз ұйықтап жатқан бөлмеде біреу жарықты жақса, көк түс бірден сіздің көзіңізге түседі. Сіз оянып, ұйқыңыз ашылып кетеді. Бұл табиғи үрдіс. Бірақ біз осы процесті жасанды түрде жасап жатырмыз. Төсекте жатып телефон қарау тікелей кортизол бөлуге алып келеді. Сондықтан экранға кешкі 20:00-ден кейін қарамаймыз. Қандай экран болса да қарамаймыз. Бірақ қазіргі уақытта телефонсыз бір әлемнен ажырап қалғандай боласың ғой. Мен қалай істеймін? Кешкі 8-ден кейін телефонды өзімнен ұзақтау жерге қойып қоямын. Біреу хабарласса, жазып қалса жауап беремін. Бірақ өздігімнен алып, телефон қарап әлеуметтік желілерді ақтармаймын. Максималды түрде азайту керек. Спорт. Бүкіл кардиожаттығулар, спорт түрлері түскі 15:00-ге дейін болғаны дұрыс. Жүрегіміздің қайтып қалпына келуіне 3-4 сағат уақыт керек. Біз не істейміз? Кешкі 22:00-де алаңға барып, футбол ойнаймыз. Сосын жүрегіміз қалпына келіп үлгермеген күйде ұйықтап қаламыз. Жүрегі ат сияқты атқылап тұрып ұйықтаған адам демалмайды. Бұл кезде де терең ұйқы фазасы жеткіліксіз болады. Сәйкесінше көп ұйықтасаңыз, шаршап, ұйқыңыз қанбай оянасыз. Мүмкін болса, барлық спорт түрлерімен күндіз 15:00-ге дейін айналысу керек. Әдет. Түнгі 10-11-де ұйықтап қалу шынымен де оңай емес. Себебі оған ағзамыз үйренбеген, әдет қалыптаспаған. Белгілі бір уақытта ұйқыға жату да әдет. Тура ұйықтар алдында жасайтын 2-3 әдетіңіз болсын. Мысалы, біреулерде намаз оқу, тіс жуу болуы мүмкін. Ол осыларды істеп болған соң ұйықтап қалады. Дәл осы әдеттерді шамамен 10-14 күн жасайтын болсаңыз, сіздің миыңыз бұл әдеттерді ұйқымен байланысты деп қабылдап алады. Келесі жолы тісіңізді тазалай бастағанда, кәдімгідей ұйқыңыз келіп есіней бастайсыз. Себебі миыңызға бұл тісін жуып жатыр. Демек, қазір ұйықтаймыз деген ақпарат барды. Мида ұйқыға дайындық басталды. Дәл қазір өзіңізге осы әдеттерді анықтап қойыңыз. Менің ұйықтар алдындағы әдеттерім. Киелі мекеннің маңыздылығы. Жатын бөлме ұйқыға арналған киелі мекен. Киелі мекен деген кезде есіңізге не түседі? Мысалы, Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін, немесе мешіт, қағба. Киелі орынға барып сіз ойын ойнайсыз ба? Киелі орында кола ашып отырып пісте жағасыз ба? Әрине жоқ. Тура осылай сіздің жатын бөлмеңізде де артық еш нәрсе істелмеу керек. Сізді күнде таңғы 3:37-де біреу бетіңізге шапалақпен ұрып оятады дейік. 7-ші күні сіз автоматты түрде өзіңіз оянып кетесіз. Осы секілді миымызға жатын бөлмені, бұл бөлмеде тек қана ұйықтаймын деп үйретіп тастау керек. Жатын бөлмеде кино көрмеңіз, әңгіме айтпаңыз, тіпті кітап та оқымаңыз. Тек қана ұйықтайсыз. Сонда сіз жатын бөлмеге кіргенде миыңыз ұйықтауға дайындала бастайды. Осы нәрсеге өзімізді үйретіп алуымыз керек. Бөлмедегі температура. Ұйықтайтын кезде жатын бөлме салқын болғаны дұрыс. Ең әдемі температура 18-22 градус. Логикасы өте қарапайым. Сіздің денеңіз өзін жылыта алады, бірақ өзін салқындата алмайды. Гүл. Жатын бөлмеңізде гүл болуы керек.
Адам бір түнде 500 квадрат метр ауа жұтады. Сіздің бөлмеңіздің есігі мен терезесі жабық күйде ұйықтасаңыз, шамамен 3 сағатта бөлмеңізде кислород бітеді. Біз оттегіні жұтамыз, көмірқышқыл газын шығарамыз. Ал өсімдіктерде ол керісінше жүреді. Олар көмірқышқыл газын жұтады, оттегіні шығарады. Демек, ауаны тазалауға бөлме гүлдері көмектеседі. Биологияны жақсы оқығандар біледі. Гүлдер күнді жұмыс істейді, түнде жұмыс істемейді. Дегенмен түнде жұмыс істейтін гүлдерді табу да қиын емес. Сонымен қатар, есікті тарс жаппай кішкене ашық қалдыруға тырысыңыз. Қараңғылық. Бөлменің қараңғы болуы өте маңызды. Түнде қолыңызды созып қараған кезде қолыңызды көре алмауыңыз керек. Себебі біздің миымыз қауіпсіз жерде ғана демалысқа кетеді. Сіз ұйықтап жатқанда да ми бәрін бақылауда ұстап тұрады. Бір нәрсе тарс ете қалса оянып кетесіз. Себебі ми дабыл қағады. Егер бөлме тас қараңғы болса, ми өзін қауіпсіз сезінеді де ұйқыға кетеді. Сондықтан терезедегі пердені де өте қалың қылып өзгертіңіз. Бөлмеңіздің тас қараңғы болуы өте маңызды. Бөлмеде достар болмасын. Телефон, планшет, ноутбук деген секілді дүниелер сіз ұйықтайтын бөлмеде болмағаны дұрыс. Себебі оның дауысы сізді мазалайды. Тіпті дауысын өшірген күннің өзінде вибрация, хабарлама келгенде экраны жануы мүмкін. Сіздің миыңыз оның барлығын сезеді. Бөлмеңізде теледидар тұрса, оның төменгі жағындағы жанып тұрған қызыл нүктесінің өзі сізге дұрыс ұйықтауға кедергі келтіреді. Ағза өзін-өзі емдеп алады. Негізі сіз ауырмауыңыз керек. Кешке қарай энергияңыз бітіп, шаршап қалмауыңыз керек. Оның барлығын реттеп отыруға ағзаның күші жетеді. Ең бастысы, сіз ағзаның жұмысына кедергі келтірмеңіз. Ал жоғарыда айтылғандардың бәрі біздің қолдан жасап жатқан кедергілеріміз. Дұрыс тамақтанбау, дұрыс су ішпеу, спортпен айналыспау, дұрыс ұйықтамау, тағы да сол сияқты. Аристотель: таң сәріде оянған дұрыс. Себебі бұл әдет мықты денсаулыққа, байлық пен даналыққа жетелейді. Таң берекесі. Таңда қандай мәселелерді ескеру керек? Біріншіден, тұрақтылық. Бір уақытта ояну керек. Мейлі ол жексенбі болсын, мейлі демалыс болсын. Бір уақытта ояну арқылы сіз өзіңізге, ағзаңызға көмектесесіз. Қатты ұйқыңыз келіп бара жатса, түсте ұйықтап алыңыз. Тіпті жексенбі күні ұйқыңызды қандырып, демалғыңыз келсе де, таңғы 6-да тұрыңыз. Ояну уақытыңызды өзгертпеңіз. Оянып, өзіңіздің таңғы ритуалдарыңызды жасап болғаннан кейін, қайтадан 8-9-да ұйықтап алуға болады. Біздің ағзамызда биоритм деген бар. Егер ол күнделікті бір уақытта жұмыс істесе, ағзаға өте жақсы, ыңғайлы. Ал күнде әртүрлі уақытта оянатын болсаңыз, бұл ағзаға үлкен стресс. Не болып жатыр өзі? Негізі қай уақытта оянуымыз керек деп түсінбей жүреді. Себебі ағза тұрақтылықты жақсы көреді. Сондықтан да тұрақтылыққа мән беріңіз. Режиміңізді бұзбаңыз. Егер бүгін мен 6-да тұрдым, енді ұйқым қанбайтын болды десеңіз, шынымен де сіздің ұйқыңыз қанбайды. Себебі сіз миыңызға сондай тапсырма бердіңіз ғой. Миыңызды неге үйретсеңіз, не айтсаңыз, сол болады. Жарық. Көзімізге жарық түскен кезде миымызда кортизол гормоны бөлінеді. Ол сізді оятады. Таңертең бұл гормон сізге қатты керек болады. Егер де сіздің ұйқыңыз келіп жатса, 5-10 минут жарықты қосып отырыңыз. Ұйқыңыз ашылады. Мен де күнде ұйқым қанып, қуанып оянбаймын. Күн сайын позитивпен ояну мүмкін емес. Сондай кездері кортизол гормоны бөлінетін әрекеттер істеймін. Егер күн жарық болса, перделерді ашып, жарық жерде отырам. Күн қараңғы болса, жарықты жағып 5-10 минут ұйқым ашылғанша күтемін. Не болмаса, қолыма телефонды алып, чаттарды тексере бастаймын. Сонда автоматты түрде ұйқым ашылады. Су. Адам ағзасы күніне 1-1,5 литр су жұмсайды. Таңертең сізге ең бірінші керек нәрсе кәдімгі қара су. Мүмкін болса, ояна сала 400 мл су ішіңіз. Ол ауырлау болса, 1 стакан су ішіңіз. Таза, бөлме температурасындағы су болу керек. Су ішпестен бұрын аузыңызды шайып алғаныңыз дұрыс. Түнімен ауыз қуысына жиналған токсиндерден тазартып алыңыз. Спорт. Таңда жаттығу жасау өте маңызды.
Өйткені түні бойы қимыл жоқ. Қан айналымыңыз төмен, жүрек қағысы 38-40-қа түсіп кетеді. Ал таңғы жаттығу осы дүниелерді реттеуге, ағзаңызды оятуға, буындарыңызды қыздыруға көмектеседі. Күндізгі әрекетке, қимыл қозғалысқа дайындайды. Қатты қиындатып алмаңыз. Ол әдемі жерде, арнайы киіммен ұзақ уақыт жасалуы маңызды емес. Залда, түнгі киіміңізбен бар болғаны 5 минут жасасаңыз да жеткілікті. Мектепте жасайтын базалық жаттығуларды еске түсіріңіз. Оқу. Таңертең тынық миға білім де, ақпарат та жақсы қонады. Бірнеше тілде оқысаңыз тіпті керемет болады. Ауыр кітаптарды таңдамаңыз. Таңертеңгі кітап өзіңізге ұнайтын, қызық, жеңіл, мотивациялық кітаптар болса болды. Жазу. Таңертең міндетті түрде жазу керек дүниелер бар. Біріншісі күнделік. Кешегі күніңізде не болғанын жазып шығасыз. Екіншісі шүкіршілік дәптері. Шүкіршілікті айта салу оңай, бірақ жазған кезде оны сезінесіз. Өн бойыңыздан өткізесіз. Сіз шүкір еткен сайын Алла тағала нығметіңізді арттыра береді. Таңертең жазылатын үшінші дүние жоспар. Бүгінгі күніңізге нақты, қысқа жоспар құрып алыңыз. Медитация. Намаз оқитын болсаңыз, намазды да медитация деп есептеуге болады. Егер оқымасаңыз, жеңіл медитацияларды тыңдап жасап көріңіз. Жоспарлау. Билл Гейтстен сен жетістікке жету үшін ерекше не істедің деп сұрайды. Ерекше ештеңе істеген жоқпын. Бар болғаны таңертең 10 минутымды күнді жоспарлауға арнадым. Күнім жоспарлы түрде өткендіктен берекелі болады деп жауап беріпті. Жоспарлау туралы жоғарыда да айтып өттік. Таңғы ас. Таңғы ас таңертең деген бар. Ешқашан таңғы асты тастамаңыз. Сонымен қатар, таңғы ас визуалы жағынан әдемі болғаны дұрыс. Психологиялық жағынан оның маңызы өте жоғары. Әрине, оның құнарлылығы витаминдерге толы болуында ұмытпаңыз. Ана мен бала режиміндегі ұйқы. Сәбиі бар аналардан көп сұрақ келеді. Әрине, кішкентай балалары бар аналардың түнгі ұйқысы 4 бөлінеді. Алғашқы 4-5 айға дейін түнгі ұйқының бұзылуын норма деп қабылдауға болады. Кейінірек бала өсіп бастаған сайын, оның ұйқысында тұрақты түрде қалыптастырып алуға болады. Әр баланың ерекшелігіне сай белгілі бір уақыт аралығында ұйықтап, оянатын, тамақтанатын мини әдеттерін қалыптастыру керек. Спортшыларда жады деген түсінік бар. Яғни бала кезде спортпен айналысқан болса, есейген соң ол әдеттерді жаңғырту, спортты қайта қолға алу оңай болады. Жадының арқасында нәтижесі тез көріне бастайды. Сол секілді балаларды кішкентай кезінен тұрақтылыққа үйрету, ұйқысын реттеу олардың болашағы үшін де пайдалы. Бала көтергенге дейін әйел адамның өзінде күндік режимінің жүйесі болса, босанғаннан кейінде ол жүйеге тез түсудің мүмкіндігі жоғары болады. Марафоншы қыздар іштегі баласы 8 айлық болғанша жүгіріп, жаттығуларын жалғастыра береді. Босанғаннан кейін 1 айдан соң жаттығуларына қайта оралады. Организм әлсіз немесе балам ауырып қалу мүмкін деген түсініктері жоқ. Бұл жерден басты мәселе біздің қабылдауымызға байланысты екенін түсінуге болады. Ана болу бақыты әйел адамға берілетін ең үлкен ғажайыптардың бірі. Адамнан адам туылуы оңай емес. Дегенмен, ұлтымыздың түсінігінде де, асыл дінімізде де аяғы ауыр және емізулі әйелдерге деген құрмет өте жоғары. Осындай периодтардағы режимнің уақытша бұзылуын қабылдау керек. Дегенмен мүмкіндігінше ертерек ұйқы режимін, күндік режимді қалыптастырып алуға тырысыңыз. Бәрі бірден бола салмайды. Әсіресе кішкентай баламен болу оңай емес. Бірақ бала үшін де, ана үшін де ұйқы мен режимді реттеудің пайдасы зор. Өзіңізге уақыт жетпейтін болса. Асқар мырза ұйқысын реттеу үшін мен өткізіп жүрген марафонға тіркелді. Ол видеограф, тұрақты жұмысы болды. Бірақ режимі дұрыс емес. Таңғы 10-да әрең оянып, жиналып, жұмысқа келем дегенше сағат 12 болады. Ілініп салынып, кешігіп жұмысқа келсе де ұйқысы қанбай жүретін. Ұйқысын ашу үшін кофе ішеді, арғы жағында таңғы асы мен түскі асын бірге ішіп алады. Түсірілімдері болған күні видео түсіріп келсе, басқа күндері монтаждарға қолы бармай, кешке дейін әр нәрсені сылтау етіп жүре береді.
Содан офистегі әріптестерінің бәрі кеткен соң кабинетте жалғыз қалып, жарықты өшіріп өзіне атмосфера жасап, кешкі 19:00, 20:00 шамасында ғана монтажға отырады. Асықпай түнгі шабытпен монтажын бітіріп, таңға жуық үйіне келіп ұйықтайды. Бұл оның қалыптасып кеткен өмірлік режимі болатын. Нәтижесі қандай? Өзіне мүлде уақыты жоқ, энергиясы жоқ. Басы бір жерге тисе болды, ұйықтап қала салады. Тамақ жегісі келіп, тәттіге тарта береді. Басқа адамдар белсенді өмір сүретін уақыттарда бұл кісі ұйықтап жүреді. Сәйкесінше адамдармен де контакт жоқ. Коммуникация мен ортамен де мәселесі болды. Ал адамдарға табыстың каналдары негізі басқа адамдар, таныстар арқылы ашылады. Сондықтан Асқар мырзаға қосымша тапсырыстар да аз түсетін. Марафон барысында Асқар мырза не істеді? Ұйқысын реттеді, дұрыс әдеттер қалыптастырды. Тренировкаға жазылып, күнде таңертең залға бара бастады. Өзінің армандап жүрген би үйірмесіне қатысты. Генератор әдеттер естеріңізде ғой. Осылайша барлығы бір-біріне әсер етіп, жаңа дұрыс әдеттер қалыптаса бастады. Өзіне арнай алатын бос уақыттары пайда болды. Өзімді қымбат адам сезініп, іштей құндылығым көтерілгенін сезе бастадым, деді марафон соңында Асқар мырза. Оның қызметіне деген сұраныс та көбейіп, қазіргі таңда табысы кемі 3 есеге дейін көтерілді. Өзіңізге уақыт жетпей, уақытыңыздың берекесі болмай жүрсе, ұйқыңыздың сапасына назар аударып көріңіз. Күніне 7-8 уақыт ұйықтау маңызды емес. Маңыздысы қай уақытта ұйықтайтыныңыз және ұйқыңыздың сапасы. Ұйқыңыз сапалы болу үшін ұйықтайтын уақыт пен оянатын уақыттың да тұрақты болуы, бірдей болуын қадағалаңыз. Ұйқы туралы кітап. Қазір қазақ тілінде психология, бизнес, жалпы нон-фикшн жанрындағы кітаптардың қатары көбейіп келеді. Тіпті көптің көңілінен шығып, бестселлер болған авторлық кітаптар да бар. Дегенмен, белгілі бір тақырыптарға әлі де тереңдеп ене алмай келеміз. Осы кітапта да маңызды деген жалпылама ақпараттарды жинап, түсінікті тілде беруге тырыстым. Ұйқы тақырыбы терең зерттелетін маңызы зор тақырыптардың бірі. Біз әлі күнге ұйқының маңызын, оның әсерін, жүйесін дұрыс түсінбей келеміз. Дұрыс түсінбеген соң мән беріп қабылдай да алмай жүрміз. Сондықтан бұл тақырып келесі кітапқа арқау болайын деп тұр. Осы кітаптың жалғасы ретінде тек қана ұйқы туралы жаңа кітап жарыққа шығады. Ұйқы туралы кітап өзім үшінде қызық, өте маңызды әрі тарихи жоба болайын деп тұр. Циркадиялық биоритм, біз тұтынатын тамақтардың маңызы, ғылыми тұжырымдар, практикалық тұрғыда тексерілген ұйқыға әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар, ұйқыны жақсартатын әдеттер мен лайфхактар туралы тереңінен жазылады. Қысқаша ақпарат осы. Айтпақшы, ұйқы туралы кітапты сіз қалай айтар едіңіз? Өзіңіздің нұсқаңызды, ұсынысыңызды Инстаграмда жекеме жазып жіберсеңіз болады. Екі кітаптың оқырмандары арасында әдемі коллаборация жасағым келеді.